Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу-алейкум, құрметті қыздар, ханымдар. Мен сіздермен осындай киіз үйді тіккенмен бөліскім келіп отыр. Фетр матасын алдық. Одан су өтпесін жаңбыр жауғанда деп клёнка алдық. Барлығын трапеция етіп қырқып бір-біріне тіктім. Бір жағын ашық етіп қалдырдым. Бір-біріне солнце ключ сияқты қырқылған кезде, бір-бірінің үстіне шыққан кезде жаңағы асты немесе үсті бір-біріне келмей қалсын деп солай тіктім. Мынау клёнкасы астына, мынау үйдің барлығы осылай. Фетр үйге сыймай, қызым осылай ойнап жүрді. Оңай болған жоқ. Бірақ осындай үлкен жоба алып, соны жасап, тігіп, әдемі шыққанына Аллахтың қалауымен риза болдым. Ою жасадық. Есіктің екі жағына клёнкамызды жауып бірінші, одан кейін үстіне фетрді жаптық. Киіз үйдің үлкендігі, мынау киіз үйді айналдыра өлшеген кезде 20 метр ма, 20 или 21 метр болды. Есігін алып тастағанда, есігі 1:20 ма, сондай ені болды. Фетрін жауып жатыр. Үстіңгі бөлігін, клёнкасын жаптық, астыңғы бөлігін жаптық. Енді үстіңгі бөлігін жауып жатырмыз клёнканың үстінен. Енді фетрден де шілей жаңбыр су өтпейді, бірақ сонда да қысы жазы тұратын киіз үй болғандықтан оның астына клёнка жасады. Мынау уықпен жаңағы кереген арасына лента сияқты тігу керек болды. Екеуінің бір-бірінің стыгын жабу үшін соны жасадым. Оюлар жасадық. Қайта-қайта өлшеп, бір рет емес, 2-3 рет өлшеп, қайта-қайта жаптық. Осылай ленталармен астыңғы бөлігіне байлап, осылаймын. Қызыл ленталар, себебі жел болған кезде, қатты жел болған кезде ұшып кетпесін деп осылай айқастырып жабылды. Міне мынау шетіндегі лентасы оюмен бағана жасалған. Ал мынау ішінде велюр матасын алып, оюлар, міне осындай оюлар жасатып, бұның барлығын жабыстырып шықтым. 20 метр ма, 19 метр ма ішкі велюр матасы. Міне осылай бүктеп әрқайсысын бөлек жабыстырып отырдым. Осындай оюлар әдемі, неше түрлі. Осындай киіз үй шықты. Аллахтың қалауымен өте әдемі болды.